тыңдауға қош келдіңдер. Бүгін қоғамдық тыңдауда Алматы облысындағы К44 29 10 5 10 ішінара және К44 29 10 5 7 ішінара аралық 37 блоктарындағы қатты пайдалы қазбаларға барлау жұмыс жоспарының қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін өтінім материалдары талқылануға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне және 2021 жылы 3 тамызындағы номер 286 қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Ұзақбатыр ауылы округінің әкімі Бақытжан Қайратұлы және хатшысы ретінде Брага Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Айтмаханов Олжастың кандидатуралары ұсынылады. Қарсылықтарыңыз бар ма? Қолдарыңызды көтерсеңіздер, қолдағандар. Қарсы қалыс жоқ. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдаудың ережелерін бекіту бойынша баяндамашыға 5-10 минут уақыт беріледі. Қосымша сөйлегісі келетіндерге 3-5 минут уақыт беріледі. Ұсыныстар мен сұрақтар негізінде баяндамалар тыңдағаннан кейін талқыланады. Қарсылықтарыңыз, қолдайтындарыңыз болса, қолдарыңызды көтерсеңіздер, қарсы қалыс жоқ. Ашық жиналыстар нысанында өткізілетін қоғамдық тыңдаулар регламенті бекітілді. Қоғамдық тыңдау барысында қоғамдық тыңдау ережелерінің 30 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаудың аудио жазбасы және бейне жазбасы жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауда тапсырыс беруші Брага Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан келіп отырған Марат Қайнар, геолог Айтмаханов Олжас, Мақсұтбекова Рауаш, Жанат Зарина, Экосенс группа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі. Баяндамашылардың сөз сөйлеуіне рұқсат берейік. Аталған азаматтарға қоғамдық тыңдаудың жұмысына кірісуге рұқсат берейік. Жобалау ұйымының өкілі Жанат Зарина. Жобалау құжаттамасының құрамы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 87 бабының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға ықтимал әсерлерді бағалау есебімен бірінші санаттағы объектілер бойынша мағлұмат. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысын алғаннан кейін объектінің операторы бір санаттағы объектіге әсер етуге экологиялық рұқсат алды. Жалпы жобаның негізгі деректері рұқсат етілген шығарындылар нормативтердің жобасы жұмыстарды жүргізу кезеңіне әзірленеді және мыналарды қамтиды. Объектінің 2026 жылға әсер ету аймағындағы ластаушы заттардың жер бетіндегі концентрациясын есептеу және талдау нәтижелері. Атмосфераға жол берілетін шығарындылардың 2026-2028 жылдарға арналған нормативтерін айқындау, атмосфераға ластаушы заттар шығарындылардың көздерін түгендеу, объектінің санитарлық қорғау аймағын анықтау. Шығарындылардың ұйымдастырылған көздеріне мыналар жатады: дизель электр станциясы, уақытша сақтауға арналған сыйымдылықтар және жанармай құю бұрғылау қондырғысы. Ұйымдастырылған дерексөз бірлік мөлшеріндегі жер жұмыстары болып есептелінеді. Барлығы ластанудың 4 көзі бар. Жалпы атмосфералық ауаны ластайтын заттардың саны 18. Аталған дерексөздер уақытша болып табылады, яғни жұмыс жүргізу кезінде ғана жұмыс істейді. Автокөлік жылжымалы көз болып табылады. Автокөліктен атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын есептеу көзделмейді. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындылардың нормативтеріне автокөліктен шығатын газдар енгізілмеген. 2026-2028 жылдарға арналған жол берілетін шығарындылар нормативтер болып табылады. Атмосфераның ластау көздері жалпы концентрацияның есептеу нәтижелері бойынша септік өлшемі 1000 метр, қашықтықта ластаушы заттардың концентрациясы 1,0-ден аспайды. Ластану көздеріндегі шаң тазарту жабдығы көзделмеген жұмыстарын жүргізу кезеңінде ғана құрылыс өндіріс кеңейту көзделмейді. Жұмыстарды жүргізу сипаты атмосфераға ластаушы заттардың авариялық және волейболдық шығарындыларының мүмкіндігін болдырмайды. Ластану көздері: дизель электр станциясы, уақытша сақтауға арналған сыйымдылықтар, бұрғылау қондырғысы және жер жұмыстары. Атмосфераға жол берілген шығарындылар нормативтерінің сақталуын жұмыстар жүргізу кезінде жұмыстарды жанама әдіспен атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын нақты есептеу кезінде жүргізіледі. Атмосфераға жіберілетін шығарындылар нормативтерінің сақталуын бақылауды ұйымдастыру және жауапкершілік және уақытылы есепті беру ол кәсіпорындағы тұлғаға жүктеледі. Қалдықтарды басқару бағдарламасына келіп тоқталатын болсақ, жалпы қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеу кезінде деректерді пайдаланады. Барлық қалдықтар аралас
коммуналдық қалдықтар мен пайдаланылған шүберектер уақытша 6 айдан аспайтын арнайы алаңда орнатылған шатырлары бар металл контейнерлерге жиналады және жинақталуына қарай арнайы кәсіпорындарында шығарылады. Экологиялық өндірісті бақылау бағдарламасы өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу кезінде деректерді пайдаланады. Бағдарлама шеңберінде атмосфераға жол берілетін шығарындылар, тұтыну және өндіріс қалдықтарды нормативтердің сақталуына бақылау жүргізілетін болады. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары ол қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары экологиялық кодексінің 125 бабының талаптарына сәйкес әзірленеді. Іс-шаралар жоспарында атмосфераға жол берілетін шығарындылар нормативтердің сақталуын бақылау, есептік жолмен бақылайды. Тұрмыстық сарқынды суларды септіктен тазарту, құрылыстарына шарт бойынша әкету, өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау және уақытылы шығару болып есептеледі. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар? Сұрақ ұсыныстарыңыз бар ма? Сіздерде сұрақ жоқ, тек ұсыныс айтып жатсыздар, иә? Жерімізге тиіспесе. Сол ұсынысы жерімізге тиіспей қойса, сол басқа жағын қаза берсеңдер, рұқсат берген жағы. Біздің жерге тиіспей қойса, тап-тыныш тұра берсеңіз. Өзінде малмен отырған азын-аулақ халықтың жер жоғалап қойса, тап-тыныш тұрады. Ұсыныстарыңыз сол, иә? Жер мәселесіне тиіспей қойса. Жер мәселесіне тиіспей. Жалпы құрметті ауыл тұрғындары, енді бұл жерде толық түсінбесеңіздер, қайта қарауға жіберуге болады. Қайтадан дұрыстап келіп түсіндіріп, сіздерге толық танып түсіндіруге рұқсаттар болады. Мүмкіндік болсында. Сондықтан сол жағында дұрыс толық ескеріңіздер. Түсінбедік жоқ десеңіздер, оны айтыңыздар. Ал сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша енді ары қарай келесі шешімді жаңағы нақты дәлелдермен не үшін қаламай отырғандарыңыз нақты дәлелдермен айтсаңыздар. Себебі ол ұсыныстарыңыз келесіде жаңағыдай құзырлы органдардың шешім қабылдауына тікелей ықпал етеді. Жоқ, біз қарсымыз деген бір-екі адамның шешімімен ол кісілер рұқсат беріп жіберуі мүмкін. Жаңа біз алдында айтып өттік қой, мысалы, жаңағы ол жерде қаншама ата-бабамыздың қаны жатыр, жерленбей қалған, жаназасы шықпай қалған кісілер жатыр. Ол бүткіл тарихта тұр да, мәселе сода тұр да. Бізге сол кісілердің әруағын күңірентіп, болмаса жаңағындай ойбай, оның енді жатқан жерінің қазын қасу деген енді ол өте сорақы дүние шығар деп ойлаймыз. Тарихи маңызы бар. Тарихи маңызы бар. Өте ойдақ жатыр. Жәмпейіс кісі жатыр, сол төңіректе. Диханбай жатыр, қаншама осы біздің атақты жаңағы осы елім жерім деген азаматтар жатыр да. Енді мал бағу бойынша ол жерде шаруа қожалық бойынша негізгі осы Сарбастаудың 60 шаруа қожалық сүйелді қоныс жер жайларда сүйелді тұрады. Енді ол шықсын шықпасын ол территорияға содан кейін мал апарылмай қалады. Жаңа апарған күннің өзінде де сол ямаларға түсіп кетуі мүмкін. Оның үстіне бір себептен жаңағы бұл Шалкөле деген өзі атақты жайлау, курортный место. Ол қазбалар басталғаннан кейін ол жердің бәрі өзгеріп кетеді ғой. Жақсы, барлық ұсынылған материалдар жобалық құжаттамаға сәйкес келеді. Енді басқа ұсыныстар жоқ болса, Алматы облысындағы Т-4429 және Т-4429 10-5-7 ішінаралық 37 блоктарында қатты пайдалы қазбаларға барлау жұмыстарының жоспарының қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін өтіну материалдары жиналыс бойынша ашық жиналыстар өткізілетін қоғамдық тыңдаулары өтті деп есептеледі. Жалпы өтті деп есептейсіздер, ұсыныстарды қабылдадық біз, иә? Хаттама 2 жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады. Қол қойылғаннан кейін экологиялық порталда қолжетімді болады. Ашық жиналыстар нысанында өткізілетін қоғамдық тыңдаулар жабық деп жарияланады. Ұсыныстарымыз